Арапа күні ауыз бекіту сүннет. Арапа араб тілінен аударғанда білу, анықтау, түсіну деген мағына береді. Ислам дінінде арапа күні артықшылығы жағынан жұма күніне ұқсас күн. Арапа жұмадан басқа күні жасалған 70 қажылықтан артық болып келеді. Дұғалардың ең жақсысы да арапа күні жасалған дұға деген сенім бар. Арапа күні жасалатын ең ізгі амалдардың бірі ораза ұстау. Ол сүннет. Ал 28-30 маусым аралығы қасиетті құрбан айт мерекесі. Арапа күні қандай амалдар орындалады? Бұл күні Алладан көбірек кешірім тілеп, біліп және білмей жасаған күні қателіктеріміз үшін тәубе етудің де маңызы зор. Өйткені Әзіреті Әли Алла Тағала дәл арапа күніне дей еш уақытта көп адамды тозақ отынан азат етпейді деп жеткізгені мәлім. Кейбір ғалымдар қасиетті Құранның Иқлас сүресін барынша көп, тіпті 1000 рет оқудың артықшылығын да білдірген. Арапа күні жасалатын ең ізгі істердің бірі ораза ұстау. Бұл күні ораза тұту бір жағынан нәпсі тәрбиесі үшін маңызды болса, екінші жағынан сауабы да ұшан теңіз. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл туралы былай деген: Арапа күні ораза тұтушыға адам пайғамбардан қиямет сырнайы үрлегенге дейін өмір сүрген бүкіл адамдар санының 2 есесіндей сауап жазылады. Арапа күні ауыз бекіту сүннет. Сәресі дұғасы: ниет еттім Алла разылығы үшін таңның атысынан күннің батысына дейін арапа күнінің оразасын ұстауға. Ауыз ашар дұғасы: уа жаратқан ием, таңның атысынан күннің батысына дейін арапа оразасын ұстадым. Өзіңе иман келтіріп, өзіңе тәуекел еттім. Өзіңнің берген ризық несібеңмен ауыз аштым. Менің бұрынғы және кейінгі күнәларымды кешіре көр деп айтылады. Ескерту: таң намазына 10-15 минут қалғанда ауыз бекітіліп, ақшам намазы уақытында ауыз ашылады. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, каналдың дамуына үлес қосыңыз және тіркеліп, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Баршаңызға Алла разы болған құлдарының қатарынан болуды нәсіп етсін. Амин.